Сәлем! Бүгінгі видеода біз алдыңғы мысалдарда қарастырылған 536 қосу 398 есебін тереңірек қарастырып шығаратын боламыз. Ол үшін біз жүздіктерді, ондықтарды және де бірліктерді бөліп жазамыз. Бастайық. Яғни біз бірінші жүздіктерді жазайық. 536 саны дегеніміз, ол бізде 5 жүздік. Сондықтан біз 500 деп жазайық. Қосу дейміз. Енді неше ондық бар бізде? 30 ондық бар, яғни 30 санын жазамыз. Және де неше бірлігіміз бар? 6 бірлігіміз бар. Сол себепті қосылған 6 деп жазамыз. Енді астыңғы жағына дәл солай 398 санын жазайық. Яғни 300-дік, сол себепті 300 деп жазамыз. Неше ондық бар? 90 ондық бар. 90 себебі 90 деп жазамыз. Және де неше бірлігіміз бар? 8 бірлігіміз бар. Сол себепті қосылған 8 деп жазамыз. Енді бірліктер мен бірліктерді қоссақ, яғни 6 санына 8 санын қосқан кезде бізде 14 саны шығады. Яғни біз 4-ті жазамыз, ал жаңағы ондығымызды, яғни мына жердегі ондығымызды біз ондықтар қатарына жазамыз. Яғни 10 мына жерге жазылады деген сөз. Енді жалпы қарайықшы, осы 14 деген санды түсінуге тырыссақ, ол деген, яғни біз 10-ды бөлек жазамыз, ондықтар қатарында, және де 4 бөлек жазылады деген сөз. Сол себепті біз 2-ге жіктедік. Енді ондықтарды қосайық, яғни 10 санына 30 санын қосып, оған 90 санын қосқанда, бізде 130 саны шығады. Яғни 130 санын дұрыс бөлу үшін біз алдымен 100 санын бөлек жазамыз, оны жүздіктер қатарына қазір көшіреміз, ал жаңағы қалған 30 санын біз осы қатарға жазғанымыз дұрыс болады. Яғни бұлай. Сонда 10 санына 30 санын қосып, оған 90 санын қосқан кезде бізде мына жерде 30 санын, яғни 130 ғой, бірақ 30-ды жазамыз, ал жүздіктер қатарына біз 100 санын жазамыз. Яғни мына жерге 100 деп көрсетеміз. Енді жүздіктерді қосатын болсақ, 100 қосу 500 қосу 300 қанша болады? Бізде 900 саны шығады. Сол себепті біз астына 900 деп жазайық. Енді балалар, бұл жерден не байқадыңдар? Біздің жауап 934 саны, яғни 9 жүздік, 3 ондық және де 4 бірлік деген сөз. Дәл солай, мына жерде де 9 жүздік, 30, яғни 3 ондық және де 4 бірлік деген сөз. Олардың әр қайсысын мына жерде жоғары жақта көрсетілгендей бөліп жаздық. Яғни 130 деген ол 100 қосу 30, 14 дегеніміз 10 қосу 4 деп жаздық.